Баршаңызға қайырлы күн. Мені үнемі қолдап демеу беріп шабыттандыратын сүйікті оқырмандарым, қалдарыңыз қалайсыздар? Мен бүгін тегін мастер-классында әдемі декоративті жастық тігуді көрсетемін. Гүлді қалай жабыстырамыз, потайной замок қалай тігеміз, чехолды қалай қанша етіп аламыз, барлығын подробно көрсетіп үйрететін боламын. Маған қолдау білдіріп видеоның соңына дейін көріңіздер және каналыма тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өйткені қызықтың бәрі алда, жіберіп алмаңыздар. Енді мен сіздерге керекті заттарды айта кетейін. Ең бірінші бізге мата керек болады. Менде ол матовый велюр, біреу менде фиолетовый, екіншісі айвари түстен. Осы екі түсті қолданатын боламын. Мінекей. Одан кейін бізге паутинка керек болады. Негізінде осы көрпеше, жастық немесе басқа нәрселерді тігіп жүрген кезде кішкентай паутинкалар қалып жатса, оларды лақтырмаңыздар. Осындай гүлдерді кішкене қырыққан кезде осындай паутинкаларды қолданып жүргенімді жақсы. Мына менде асатық паутинка. Осыны қолданатын боламын. Және сол матаға ұқсас жіп аламыз. Ол менде енді ұқсайтын жібім осы болып тұр. Сосын қыздар пергамент. Осы пергамент негізінде алдында мен сабақтарда айтқан болатын, фрикенбук деп. Соны естімей қалған қыздарға арнайы осы суретін көрсетіп, міне арнайы осы упаковкасын тастамай сіздерге көрсеткелі тұрмын. Мен осы паклан менде, басқа да арзанырақ пергамент қағаз менде, қымбат менде жабыстырып көрдім қыздар. Осы фрикенбуктан басқалардың барлығы жабысып қалады екен. Сондықтан именно осы түрін сақтап алыңыздар да, осы түрін сатып алып қолданыңыздар, қалғандардың барлығы жабысады. Бір қыз комментария жазып қойыпты, менің пергаментім жабысып қалды ғой, сен қалай түк деп жатсың деп. Мен айттым ғой, пергамент қағаз именно осы түрі, басқа түрі жабысады, міне. Түсінікті деп ойлаймын, міне. Осындай болады ол. Осы пергамент қағаз керек болады. Сосын бізге қайшы, қалам немесе бор, және де осындай бізге гүлдер керек болады. Мен осылардың тек қана бір ғана түрін қолданамын. Бір ғана түрін қолданыңыздар. Мен сіздерге көрсету үшін неше түрлісін шығарып алған болатынмын. Бұлардың размерлері, бұлар менде 12 сантиметрдан. Google'дан осындай суреттерді шығарып аласыздар, скриншоттап аласыздар. Google'дан цветы рисунки деп жазсаңыздар, осы суреттер неше түрлері шығады. Қалаған гүліңізді жаңағыдай сурет шығаратын жерге барып, распечатать етіп алсаңыздар, дәл осылай шығарып береді. Размерін өздеріңіз айтасыздар. Егер де үлкен гүлді қаласаңыздар, бұл менде 12 сантиметрлар, бұлар менде 9 сантиметрлар, міне. Ал егер де бұдан да үлкен гүлді қаласаңыздар, онымен де жасауға болады. Бізге бар керек зат осы, және де тігін машинасы керек болады. Іске сәт, енді жастығымызды тігуге бастаймыз. Енді біз декор жастығымызды тікпестен бұрын, ең бірінші жастықтарыңыздың қанша сантиметр болғанын қалайсыздар, соны біліп алуларыңыз керек. Дайын декор жастығыңыздың қанша болғанын қалайсыз. Мысалға, мен 44-те 44 сантиметр болғанын қалаймын. Сіздер мұнда 50-де 50 болуы мүмкін, 40-та 40 болуы мүмкін, өздеріңіздікін жазасыздар. Мен жазу арқылы бірінші түсіндіргім келіп тұр, сіздерге түсінікті болу үшін. Енді қыздар, мен жастығымды екі түстен қылып жасаймын. Біреу менде, мен ортасын бөліп жасаймын, біреу менде фиолетовый, екіншісі менде айвари түстен болады. Енді біз бұны қалай қырқып, қалай сызамыз. Ең бірінші матаңызды қырқпас бұрын мен сіздерге айта кетейін. Дәл осы 44-те 44-ті екіге бөлеміз. Менде 22-де 22 сантиметр. Мен мына ортасын бөлген кезде, үлкен матаның ортасын бөлемін. Сол кезде мен мына 22 қырқуым керек еді, бірақ мен мына жеріне 2 сантиметр, мына жағына 2 сантиметр қосамын. Яғни, мен қазір мына матамды фиолетовый матамды кескен кезде 22 емес 24 сантиметр қылып кесемін енін. Және ағымды да дәл солай 24 сантиметр етіп қырқып аламын. Яғни менде 48 сантиметр шықты. Мысалға сіздер бір цветтен ғана жасауларыңыз мүмкін, тек қана ортасына гүл қойып. Ұзындығына да біз 4 сантиметрдан қосамыз. Мына жағына 2 сантиметр, мына жағына 2 сантиметр. Значит, біз 44-те 44 емес, ұзындығында 48 сантиметр етіп қырқып аламыз. Ұзындығында 48 сантиметр аламыз, енінде 48 сантиметр қыламыз. Неге қыздар? Өйткені біз бұны зигзагтаймыз, және де алдын, үстін, арттын барлығын тігетін боламыз. Сондықтан да бізде
2-2 сантиметрден қосып шығамыз. Ал енді бұл түсінікті деп ойлаймын. Жалпы қыздар қиын ештеңесі жоқ. Просто бұл жерде дайын шығатын өлшеміңізді алып, оның шетіне, еніне және ұзындығына 2-2 сантиметрден 4 сантиметр қосып шығасыздар, болды. Ешқандай қиыншылығы жоқ бұның. Мен сіздерге түсінікті болу үшін былайға айтып жатқаным ғой жай ғана. Ал енді мынау ортасына келетін гүлді мен 12 сантиметр қылып алдым. Менің мынау размерімдегі 44 сантиметрлік жастығымның гүлінің размері 12 сантиметр. Егер де сіздер одан аз тігетін болсаңыздар, көлемін азырақ қылып, немесе 40-40 деген сияқты, онда 9 сантиметрден ала берсеңіздер болады. Немесе одан 15 сантиметр үлкенірек қылып алсаңыздар да болады. Енді өздеріңіз көріңіздер, барлығы тәжірибеңізге байланысты. Бірақ жасап көріңіздер, декор жасықты оп-оңай. Жарты күннің ішінде 2-4 тігіп тастауға болады. Ешқандай да қиыншылығы жоқ. Енді сіздерге қырқу, сүзу, үтіктеу барлығын түсіндіретін боламын. Бұл подробный мастер-классы болады. Сондықтан да видеоның соңына дейін көріп, түсінбей жатқан жерлерін комментарияға жазыңыздар. Мен сіздерге жауап беретін боламын. Мінеки қыздар, мен қазір матамны қырқан деп жатырмын. Бір қырққанда негізінде астарына қырқып алыңыздар. Астарын бір түстес қыласыздар ма, екі түстес қыласыздар ма, артында негізінде осындай декоративті қылуға болады. Мүмкін артына басқаша гүл жасап, мына жағына отырғанда, мына жағына да отырғанда да әдемі көрініп тұрсын десеңіздер, екі жағында да немесе бір жағын гүлмен, бір жағын басқаша нәрсемен, енді идея деген өте көп қой. Солай жазсаңыздар да болады. Мінеки қыздар, енді матамызды қырқып алдық. Қырқып алғаннан кейін біз оны тігеміз. Тікпес бұрын осылай екеуін қойып алып, ворсына мән беріңіздер. Екеуінде ворсы, яғни түтігі бір жағына, екеуінде ворсы бір жағына қарап тұру керек. Екі жағда жатып тұрса, былай қараған кезде тұрып тұрса, демек ворстар бір деген сөз. Біз оны осылай бір ғана тігіспен тігіп шығамыз. Мінеки қыздар, біз жаңа шығарып алған мына гүлдеріміздің біреуінен қазір таңдаймын. Осы гүлдерімізді бір матаға орнатып алуымыз үшін ең бірінші матамызды дайындап аламыз. Кішігірім ғана керек, көп керек жоқ. Біз солардың үстіне мынандай паутинкамызды қойып, үстіне пергаментті төсеп, міне менде жаңа фрикелбук деген түрі, осыны төсеп үтіктейтін боламыз. Көп қажет емес, 4-5 гүлге шығатындай етіп жазсақ болады. Қазір мына паутинкамызды қойдық дұрыстап. Енді үтікпен басып шығамыз. Міне бізде осылай үтіктелді қыздар. Енді осы паутинка жабыстырылған жағына біз гүлімізді сызатын боламыз. Мен паутинкамызды бөлек сызып, өлшеп, олай еткен жоқпын. Дәл осылай қырқып дайындап алдық. Міне бізде екеуі де дайын. Бұлардың бір размерден болуы міндетті емес, гүл сиятындай болса болғаны. Енді біз осыған қазір гүлімізді сызып аламыз. Қыздар, міне біз жаңа тігіп алдық қой бір тігіспен міне. Осы матамызды да үтіктеп шығуымыз керек. Үтіктеген кезде мына тіккен жерімізді, мына былай тігіс тұр ғой. Енді біз соны ашып ортасынан осы үтіктейміз. Сол кезде арты өте ұқыпты тігіледі. Өте ұқыпты көрінетін болады. Мен қазір оны көрсетемін. Негізінде мен мына үтігімді
алып, бірінші осы екі жерін үтіктеп шығамын. Енді мына орталарын былай ашып, мінекей енді қараңыздар, мына ортасына мән беріңіздерші, қыздар қалай ұқыпты болды, иә? Мына жер тіпті тігілгені де білінбейді. Осылай үтіктесеңіздер, әдемі болып шығады, бір келке болып. Қыздар, енді біз осы жаңа шығарып алған суретімізді қырқып аламыз. Мен осыны таңдадым. Менде 12-де 12 сантиметр етіп шығартып алдым, және соны қырықтым. Енді біз оны осы паутинка жабыстырылған матамызға сызып аламыз. Одан кейін дәл солай қырқып шығуымыз керек болады. Ендеше кеттік, сызып қырқып аламыз. Осылай етіп сызып аламыз, одан кейін қырып шығамыз. Сіздерге жалпы қандай видеолар көргіңіз келеді келесі жолы, қандай мастер-класстар көргілеріңіз келеді. Мысалы, осы декор жастықты шығарыңызшы деп бұл қыздардың сұранысы болды. Қаншама қыз маған жазып жатыр комментарияда, инстаграмма да жазды. Сол үшін мен осы жастықтың мастер-классымен бөлуді жөн көрдім. Негізінде осының басқа түрі мен инстаграм парақшамда бар. Мен инстаграмға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол жақта мен күнделікті стористер салып тұрамын. Қазір ссылкасын астына қалдырып кетемін. Рабия Сансыбайқызы деп жазсаңыздар шығады. Одан кейін екінші сіздерге сұрағым, қыздар. Қандай мастер-класс көрулеріңіз келсе, соны комментарияда жазып кетіңіздер. Музыкасыз ұнайды ма сіздерге, немесе қандай да бір әуен қосқанды қалайсыздар ма? Оны да бір жазып кетіңіздер, маған өте маңызды. Мінекей дәл осылай. Мына жерде орталар ашылмай қалды. Негізінде осылай суреттер шығарасыздар ғой, сол кезде өздеріңізде кішкене былай өзгеріс жасаңыздар болады. Мінекей кішкене болса да ашылды. Мінекей қыздар, біз гүлімізді осылай сәндеп алдық. Енді сәндегенде өздеріңізге байланысты, жартысын мұнда, кішкене бір бөлігін мұнда, кішкене бір бөлігін мұнда түсіріп, отырып, құрастырып, ұйқастырып аласыздар. Одан кейін барып, біз үтіктейтін боламыз. Бұлардың астарында паутинка бар, сондықтан тез үтіктелінеді. Үтіктелмес бұрын, сонда да пергамент қағазын төсеймін. Мінекей дәл осы пергаментті қойып аламын. Және де енді үтіктеп шығамын. Үтіктемес бұрын гүлдеріңіз өздеріңізге ұнайтындай болып тұрма, соны мұқият қадағалаңыздар. Одан кейін барып жақсылап тұрып үтіктеп шығыңыздар. Жақсылап үтіктемесеңіздер, бұлар гүл тігіп жатқан барысында ашылып кетуі мүмкін. Сондықтан да жақсылап, менде осы үтігім парсыз, бұл менде пар шықпайтын үтік. Ал егерде сіздерде кәдімгі жай үтік болатын болса, онда парсыз үтіктейсіздер. Пар шықпау керек. Сол кезде паутинка жақсы жабысады.
мінекей ашып тексеріп көреміз. Осы жабысқаны болады. Гүлдерімізді үтіктеп алдық. Негізінде құрастырып жатқан кезде мен осы гүлді таңдап тұрмын. Мен инстаграмда қазір суретін қойып кетем. Инстаграмнан көрсеңіздер болады. Сол жерде мен басқаша гүлді қырқып осы жерге қойдым да, сол жерге мына орталарындағы сызықтар, біз тіккен сызықтарымыз ол гүлде мүлдем көрінбейді. Сондай гүлді таңдасаңыздар болады. Енді мына гүлде өте әдемі. Қазір тіккен барысында көретін боламыз. Бұны әлі сәндейміз. Енді бұл гүлдерімізді зигзагтап тігіп алуымыз керек. Сіздерге қазір қалай настройкасын қалай қойып зигзагтау керек екенін көрсететін боламын. Мінекей қыздар, зигзагтайын деп жатырмын. Тігер кезде ең бірінші гүлдің ұшына инемізді қадап, лапкамызды қойып аламыз және де зигзагтаймыз. Тігіп жатқан кезде қыздар ақ жаққа қарай көп кет қалмау керек. Бар тігісі мұнда болу керек. Мұнда кішкене ғана шығуға болады. Кеттік зигзагтап көреміз. Енді мынау қолдарыңыз айналдырып отыру керек. Екі көзіңіз мынау иненің ұшында болу керек. Мына қолыңызбен, менде қазір бір қолымда сотка, екі қолмен негізінде айналдырып тігіп отырамыз. Міне сіздерде сонда осындай зигзаг шығады. Дәл осылай мына шеттеріне шығып кетпейтіндей осылай барлығын зигзагтап шығамыз. Менде зигзагым менде S-та тұр. Ара қашықтығы менде 0-нен 1-дің ортасында тұр. Бірге кішкене жетпейді. Бірде балсаңыздар да болады, және менде 3-те тұр. Мінекей қыздар, біз зигзагпен тігіп алдық. Бүткіл айналасының барлығын. Енді бұл жерде әсемдеу, сәндеу өздеріңіздің идеяларыңызға байланысты. Мысалға, осындай мысықтармен сәндеп қойсаңыздар болады. Мысалы, орта жақтарына зигзагтаған кезде томпиып шығып тұр. Тура дәл сол жерге моншақ қойып қойсаңыздар болады. Әдемі еді, 3-еу, 5-еу, немесе 1-еу деген секілді. Мінекей осылай. Қолмен тігіп шығам, немесе ыстық клейлеріңіз бар болса, ыстық клеймен де жабысып тастауға болады. Өз қалауларыңызға байланысты бұл жерге гүл емес, жүрек, жаңа неше түрлі жапырақ, құстардың суретін салсаңыздар да өте әдемі болады. Енді идея өте көп. Қалай жасасаңыздар, өздеріңіз білесіздер, мысалға да осылай. Бұл әрине менің жеке пікірім, жеке ойым. Енді астарын тігетін боламыз. Осы қазіргі мынаның размерлерін өздеріңіз өлшеп алыңыздар. Қаншада қанша болды, дәл солай етіп астарын қырқатын боласыздар. Астарын қырқан кезде негізінде екеуінде бір тұс қылып алсаңыздар болады. Ана жағында қаратасыздар, мына жағында қарата бересіздер. Ол кезде сіздердің замоктарыңыз астыңғы жақта орналасу керек болады. Ал мен олай етпеймін. Үсті қалай, астында дәл солай етіп тігетін боламын, және де ортасына потайной замок тігетін боламын. Қазір сізге потайной замокты тігудің жолын көрсетемін. Дәл осылай замокпен менде жастығым болады. Теріс жағына қарап тұратын. Қазір сіздерге потайной замок тігуді көрсетемін. Потайный замок тігейін деп жатырмыз. Замок тікпес бұрын біздің лапкамызды ауыстыру керек болады. Міне менде осындай лапка. Менде тек қана осы оң жағы ғана. Мен осы оң жағымен, оң жағында сол жағында тіге беремін. Егер де сіздерде жанармай машинасы болса, онда ол машинада да осындай замок тігетін лапкасы бар, соны қолданасыздар. Оны лапкамызды ауыстырдық. Енді замогымыз дайын болса, оны ашып аламыз. Енді замокты тікпес бұрын матамызды, замогымызды осылай орнатып, жақсылап тұрып қарап алуларыңыз керек. Әсіресе мына 0-ден бастап жатқан жандар үшін.
замогымызды осылай қойдық. Енді біз былай сразу осы матаға бір орната салмаймыз ғой. Біз оны ашамыз. Ашқаннан кейін осы жерде шатасып кетпеңіздер. Мына замокты былай ашқанда сол жағына қаратамыз, былай теріс қаратамыз. Және де осылай лапканың бойымен осылай жүріп өтетін боламыз қазір. Ашып қараймыз. Дұрыс тігіліп жатыр ма? Дұрыс жаңағыдай инеміз кіріп кеткен жоқ па деп қарап отырамыз мұқият. Енді дәл солай ашып, түбінен дегенде де байқаңыздар, қатты былай кіріп кетпеуі керек. Мына жаға кішкене шығарып қоямыз. Мен жалпы осылай тігемін, өйткені лапкамен де жіңішке, лапканың бойымен тігуім керек. Мұны кішкене ашам, және тігіп шығам. Дәл осылай соңына дейін тігеміз. Мына түбіне келген кезде инемізді көтере тұрамыз. Және де мына замогымызды ары қарай өткізіп жібереміз да, жалғастырып тігеміз. Соңына дейін тігудің қажеті жоқ. Закрепка беруді ұмытпаңыздар. Өйткені замогымыз ашылады қанша рет, жабылады. Сол кезде сіздерде жаңағыдай жіптер сөгіліп кетпеу керек. Міне енді замогымыз мүлдем білініп тұрған жоқ, жақсы тіктік. Енді ары қарай артық жіптерін жазып кесіп тастаймыз. Енді екінші жағын тігу керек болады. Екінші, егерде сіздерде осындай лапканың сол жақ бөлігі бар болатын болса, сол жағына қарай ауыстырып, былайынан басынан бастап тігіп шыға бересіздер. Менде сол жағы болмай тұрғандықтан бір жағы ғана бар. Сондықтан мен замогымды тура бағанағыдай теріс қаратамын. Мына оң қарап тұр ғой, мына замогымыз, оң қарап тұр. Енді біз соны былай етіп теріс қаратамыз. Теріс қаратамыз, қыздар. Замогымызды кішкене қарай жүргіздіреміз. Мынаны былай алдымызға аламыз. Енді дәл солай мына теріс жағынан қараған кезде сіздерде осылай тұру керек замок. Мына көрдіңіздер ме? Мына дәл осылай мен тура осы сызықтың бойымен тігіп шығамын. Сонда оң қаратып аударған кезде менің замогым дұрыс тігіледі. Мына осылай болады. Дәл солай мына теріс жағынан қараған кезде сіздерде осылай тұру керек замок. Мына көрдіңіздер ме? Мына дәл осылай мен тура осы сызықтың бойымен тігіп шығамын. Сонда оң қаратып аударған кезде менің замогым дұрыс тігіледі. Мына осылай болады. Түсінікті деп ойлаймын, не? Замогымызды алдық. Мына бір жағын тігіп болдық. Екінші жағын тігер кезде мен замогымды теріс қаратамын. Және де былай айналдырамын. Сосын тігіп шығамын. Мынау ақпен, мына бежевыйда менде мына замогым кішкене үстіге қарап тұр, кішкене артығымен болып тұр. Мен мына фиолетовыйды тігер кезде де кішкене артығымен аламын. Екі жағы бірдей болып түсу үшін. Түсінікті болмай жатса комментарияға жазыңыздар. Мен қолым бос болған кезде жауап беремін. Закрепка беруді ұмытпаңыздар. Әйтпесе сөгіліп кетпесін. Дәл солай замоктың түбімен тігеміз, бірақ байқаңыздар, тартпаймыз, матамызды, замогымызды тартпауымыз керек. Тартсаңыздар, складка болып қалады. Аударып қараймыз. Осылай келген кезде инемізді көтеріп,
замогымызды ары қарай жылжытып до конца тігіп шығамыз. Замогымызды тігіп алдық. Оны біздің замогымыз. Мұнда біліне ма? Замок тіккендеріңіз дәл осы қалыппен тіксеңіздер мүлдем білінбейді. Иә? Негізінде менде кішкене замогымның түсі басқа. Бұлай ашып қатты қарамаса қатты білінбейді. Міне потайной замок осылай тігіледі. Мінекей қыздар, біздің жастығымыздың бітуіне аз-ақ қана қалды. Біз жаңа замогын тігіп алдық. Міне замок тігер кезде қыздар, мен жаңа былай етіп көрсеттім де, до конца жүріп кетіппін. Мен сіздерге былай көрсеттім ғой, қараңыздар, осы жерін қарап алыңыздар, сіздерден кешірім сұраймын. Мен жаңа былай жүріп кеттім, фиолетовыйдың астынан қарадым да, сразу жүріп кеттім. Негізінде кішкене былай жүріп алып, замоктарыңызды, енді олай да тіксе болады, жаңа мен сияқты. Замоктарыңызды былай ашып алып, одан кейін барып, жаңа мен ақты тіктім ғой, қалай ашып, тура дәл солай до конца былай ашып, сосын барып бір тігіп шығасыздар. Мен мына жерде жаңа қателесіп жүріп кеттім да, одан кейін барып, мына замогымды ашып, мына осылай, біз бағана жауып тіктік қой, олай да тіксеңіздер болады. Бірақ оны қатты прям кішкене болсын, онда білініп тұрады. Ал мүлде маған білінбегені керек десеңіздер, онда ашып, қайтадан тура мына жердің, мына замоктың негізінде былай ашып тігу керек, кішкене болсын. Былай ашсаңыздар, ол кішкене ашылады. Дәл солай мына замок тұр ғой, тура соның несінен, дәл жанынан жаңағыдай лапканың бойымен тігіп шығамыз. Міне. Менде 2 рет тігіліп тұр. Мен түсіндірдім ғой. Бағана мен былай тоқтамай жүріп өтіп кетпін, ашуды ұмытып кетіппін. Негізінде ашып тігем, ашып тігу керек. Сол кезде міне дәл түбінен жүріп өтесіздер. Ашып, дәл түбінен жүріп өту керек. Сонда жатқанда сіздерде осындай замок шығады. Енді біз бұларды үтіктеп шығамыз. Замогымызды жабамыз. Үтіктейміз енді. Үтігімізді қыздырамыз. Негізінде осы әр нәрсені тіккен кезде үтіктеп отырсаңыздар, жасап жатқан, тігіп жатқан заттарыңыз өте ұқыпты шығады да. Мінекей. Үтіктеп шығуымыз керек осылай. Астында үстінен қатты үтіктемесем де бір басып шығамыз, үтіктеп шығамыз. Үстіге қарап тұр, кішкене артығымен болып тұр. Мен мына фиолетовыйды тігер кезде де кішкене артығымен аламын. Екі жағы бірдей болып түсу үшін. Түсінікті болмай жатса комментарияға жазыңыздар. Мен қолым бос болған кезде жауап беремін. Закрепка беруді ұмытпаңыздар. Әйтпесе сөгітіліп кетпесін. Дәл солай замоктың түбімен тігеміз, бірақ байқаңыздар, Тартпаймыз, матамызды, замогымызды тартпауымыз керек. Тартсаңыздар, складка болып қалады. Аударып қараймыз. Осылай келген кезде инемізді көтеріп, замогымызды ары қарай жылжытып, до конца тігіп шығамыз. Замогымызды тігіп алдық. Оны біздің замогымыз
Мұнда біліне ма? Замок тіккендеріңіз дәл осы қалыппен тіксеңіздер мүлдем білінбейді. Иә? Негізінде менде кішкене замогының түсі басқа. Бұлай ашып қатты қарамаса қатты білінбейді. Міне потайной замок осылай тігіледі. Мінекей қыздар, біздің жастығымыздың бітуіне аз-ақ қана қалды. Біз жаңа замогын тігіп алдық. Міне замок тігер кезде қыздар, мен жаңа былай етіп көрсеттім де до конца жүріп кетіппін. Мен сіздерге былай көрсеттім ғой, қараңыздар, осы жерін қарап алыңыздар, сіздерден кешірім сұраймын. Мен жаңа былай жүріп кеттім, филетейдің астынан қарадым да, сосын сразу жүріп кеттім. Негізінде кішкене былай жүріп алып, замоктарыңызды, енді олай да тіксе болады, жаңа не сияқты. Замоктарыңызды былай ашып алып, одан кейін барып, жаңа мен ақты тіктім ғой, қалай ашып, тура дәл солай до конца былай ашып, сосын барып бір тігіп шығасыздар. Мен мына жерде жаңа қателесіп жүріп кеттім да. Одан кейін барып, мына замогымды ашып, мына осылай біз бағана жауып тіктік қой, олай да тіксеңіздер болады. Бірақ оны қатты прям кішкене болсын, онда білініп тұрады. Ал мүлде маған білінбегені керек десеңіздер, онда ашып, қайтадан тура мына жердің, мына замокты негізінде былай ашып тігу керек, кішкене болсын. Былай ашсаңыздар, ол кішкене ашылады. Дәл солай мына замокты ғой, тура соның несінен дәл жанынан жаңағыдай лапканың бойымен тігіп шығамыз. Міне менде 2 рет тігіліп тұр. Мен түсіндірдім ғой, бағана мен былай тоқтамай жүріп өтіп кетіппін, ашуды ұмытып кетіппін. Негізінде ашып тігем, ашып тігу керек. Сол кезде міне дәл түбінен жүріп өтесіздер. Ашып дәл түбінен жүріп өту керек. Сонда жапқанда сіздерде осындай замок шығады. Енді біз бұларды үтіктеп шығамыз. Замогымызды жабамыз. Үтіктейміз енді. Үтігімізді қыздырамыз. Негізінде осы әр нәрсені тіккен кезде үтіктеп отырсаңыздар, жасап жатқан, тігіп жатқан заттарыңыз өте ұқыпты шығады да. Мінекей үтіктеп шығуымыз керек осылай. Астында үстінде енді қатты үтіктемесем де бір басып шығамын үтікке. Сол кезде өте әдемі көрінетін болады. Мына жағында қыздар, мұны мен астарын тікпес бұрын мынау бір жерін көрсете кетейін. Біз мына замогымызды тігіп алдық, замогымыз бізде былай қарап тұр. Мына менде теріс жағы. Енді біз соны барынша былай етіп, кішкене бір 4 сантиметр, мына 3 сантиметр дейікші, 3 сантиметрдай шеттерін кішкене тігіп аламыз. Міне мен жалпы өзім осылай тігемін. Көрпешенің жастықтың да шеттерін, өздеріңізге декор жастық бар болса, немесе көрсеңіздер болады, осылай шеттері оларда тігіліп тұрады. Кішкене болса да, менде мына 3 сантиметр болып қалды. Асты үстін біріктіріп, до конца тігіп шығамыз. Мына жағына қарағанда да замоктарын байқап, мына шетке ысырып, закрепка беріп, жақсылап тұрып тігіп аламыз. Сонда сіздерде мына матаны былай ашқан кезде, қазір жастықпен көрсетем, сонда сіздерде осылай тұрады. Мына замоктарыңыз соңына дейін бармайды, кішкене бір осы жерлерін тігіп қоямыз. Сол кезде замоктарыңыздың шеттері әдемі көрінетін болады, және де соңына дейін бармайды. Міне көрдіңіздер ме? Дәл осылай әдемі болып шығу үшін біз олай екі шетін жасаймыз, және де сөгіліп кетпес үшін. Осылай мына жағында дәл солай тігіп шығамын. Мына замоктың соңына дейін осылай тақап тұрып тігетін боламыз. Сосын мына жерінде тігуіміз керек болады. Закрепка, көп закрепка бере беріңіздер. Артық жіптердің барлығын кесіп тастаймыз. Замогымызды ашып көреміз.
мінекей. Көрдіңіздер ма? Міне біздің замогымызда білініп тұрған жоқ. Яғни замокты соңына дейін тақамайсыздар осы жерге келген кезде. Мына жерлер тігілген, қорықпай ашып жауа беруге болады. Енді мен қазір осы матамның үсті бар ғой, соларға мен осы жерлерге моншақ тігемін, одан кейін барып мен астарын жалғаймын. Енді біз чехол туралы алдында бір қыздар сұрапты. Чехол туралы да айта кетейін. Сіздердің жастықтарыңызды тігіп болғаннан кейін жастықтарыңыздың ұзындығын енді жақсылап тұрып өлшеу керек болады. Мысалы менде 44-44 см, дайын жастығымның размері 44-44 см. Енді біз оның ішіне чехол тігер кезде оған 10 см қосамыз. Мінекей мен чехолымда менде жастығым 44-44, мынау чехолым менде 54-54 см. Чехолға 10 см қосамыз. Егер де заказға тігетін болсаңыздар, қыздар, міне мен дәл қазір қандай мата алып тұрмын. Менде бұл аппақ шыт мата. Нақты атын білмеймін. Енді өздеріңіз білесіздер қандай матамен тігесіздер, бірақ менің жалпы ұсынысым осы ақ матамен тігу. Ал енді үйде болса, ол кез келген матамен тіге беруге болады. Бөстекке, үйге, жалпы жастықтың іштеріне, мінекей мен осы матамды дайындап алдым. Яғни менде чехолым 54 см. Маталарыңыз қатты жұқа болса, осылай қайырып тігіңіздер, қайырып тігіңіздер. Маталарыңыз жұқа болса, синтепондары шетіне сырттарына шығып кетпес үшін. Ал егер ұстап тұрады десеңіздер, бір тігіспен тігіп шығасыздар. Бұның көрсетілу керек жоқ деп ойлаймын. Бір ғана тігіспен барлық 4 шетін тігемін, кішкенесін қалдырамын, кішкене бөлігін ішіне синтепон салу үшін. Енді синтепонды да айта кетейін. Жалпы 50-50 сантиметрға 45, жалпы 40 сантиметр көлемінде 500 грамм немесе 700 грамм синтепон салғандарыңыз дұрыс болады. Мен енді 500 грамм салып едім, азырақ болып қалады, сондықтан мен 700 граммды салам. Ал егерде бұл үйге болатын болса, біз енді қалдықтар қалады ғой, мысалға маталар кішкене қисық кесіліп кетеді, біз оны қырқамыз, соларды лақтырмаңыздар. Осындай кезде үйге бөстекке, жастықтың іштеріне керек болады. Синтепонмен соны араластырып тастасаңыздар да болады. Егер де үйге болатын болса, ал заказға болатын болса, синтепон жаңағыдай сондай заттарды қолдансаңыздар болады. 700 граммда кетеді. Ал егер де артығымен сіздерге тағы да ол көлемі ұнамай жатса, негізінде 700 грамм примерно жақсы шығады. Ал егер де ұнамай жатса, тағы да қатты үлкейткіңіз келіп тұрса, онда 1 килограммнан сала бересіздер. Негізгі менің салатыным 700 грамм. Түсінікті деп ойлаймын, қыздар. Чехол, синтепон түсінікті деп ойлаймын. Мен қазір сіздерге тігіп дайынын көрсететін боламын. Чехолымызды да бір ғана тігіспен тігіп, ішіне барлығын салғаннан кейін синтепон немесе матаның қалдықтарын салып болғаннан соң, астарында бір ғана тігіспен тігіп шығамыз. Осымен біздің де жастығымыз дайын, оп-оңай тігіледі. Тігіп жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Мен сенімен қоштаспаймын. Келесі видеоларда кездескенше.